Іш кебуі жайсыздық қана емес, ол ішекте газ жиналуы. Ас қорыту процесінің бұзылғанының белгісі. Кейде ішек дұрыс жұмыс істесе де, іш үнемі кебіп, адамның мазасын алады. Бірақ таң қаларлығы бұған себеп кейде біз күнде жеп жүрген бір азық болуы мүмкін. Бұл азық көбіне кейін пайда болатын ішкі көкөністер, атап айтқанда қырыққабат, брокколи, көк жапырақтар, пияз, бұршақтар, фасоль, сәбіз, бидайлы өнімдер және тіпті кейбір жемістер, алма, банан, алмұрт. Бұл өнімдер пайдалы болғанымен, олардың құрамында ас қорыту кезінде көп газ бөлетін ферменттер бар. Неге дәл осы тамақ ішті кебуге әкеледі? Кей көкөніс пен бұршақта рафиназа деген зат бар. Ол ішекте қиын ыдырайтын көмірсу. Ол тоқ ішекке жеткенде ғана ыдырай бастайды. Сол кезде көп газ бөлінеді. Ал ішек микрофлорасы бұзылған болса, газдың мөлшері қалыптан асып кетеді. Көп адам жіберетін қате. Бұл өнімдерді тез шайнап, толық ұнтақтамай жұту. Асқазанда дұрыс қорытылмаған тамақ ішекке сол күйі жетіп, қатты ашиды. Осылайша газ жиналып, ішіңіз кебеді. Шешімі қандай? Көкөністі шикі емес, аздап буға пісіріп жеу. Жақсылап шайнап, асықпай жеу. Тамақтан кейін су емес, жылы шай ішу газ түзілуін азайтады. Кешке қарай қырыққабат пен бұршақты азайту. Сондай-ақ көктем мен күзде ішек микрофлорасын жақсартатын айран, пробиотик, зығыр дәні сияқты өнімдерді қосу ұсынылады. Бірақ ескеріңіз, іштің жиі кеуі тек тамақтан ғана емес. Кей жағдайда бұл ішек микрофлорасының бұзылуы, асқазанның қышқылдығының төмендеуі, өттің дұрыс бөлінбеуі, тіпті стресс әсері де болуы мүмкін. Қорытынды: ішіңіздің үнемі кебуі ағзада бір нәрсенің дұрыс емес екендігін білдіреді. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.